Бізде түрлі бағдарламалар көп дейді негізінде. Жан-жақты алып жатқандар да бар, жоқ емес. Бірақ бұл жерде бір бірағы бар. Төмен жалақы алатын азаматтар. Яғни мен бағана депутаттық сауалымда айтып кеттім. Ең минималды жалақы 278 мыңнан төмен деп. Яғни 278 мыңнан төмен алатын, 100 мың, 80 мың, 50 мың алатын азаматтарға қазіргі таңда қолайлы бағдарлама жоқ. Барлығы үй жалдап тұрады, ай сайынғы пәтер ақысын төлейді, бірақ алғашқы жарна жинау, үй алу белгілі бір льготтық программамен оларда мүлдем бір шанс жоқ десек те болады. Осы туралы біз депутаттық сауал жолдадық. Енді өзіңіз көргендей, біздің бірінші талабымыз қазіргі таңда отау наурыз бағдарламасы болып жатыр. Орта таптардың өзіндегі азаматтар бұл үйді алуға қиналады. Себебі айлық төлемі 300 мыңнан асады.